Сәлем. Бір естіліп тұрма, бір екі. Бәріңізге сәлем. Қалайсыздар? Көргенімізге қуаныштымыз. Осындай үлкен іс-шарада сіздермен бірге болғанымызға біз қатты қуаныштымыз. Алдарыңызда 91. Қалайсыздар? Жақсыздар ма? Қалай өтіп жатыр? Біз танисыздар ғой, е? 91 естігендеріңіз бар ғой, е? Танымайтындар бар ма? Жоқ па? Бар екен. Сәлем. Тағы бір екі адамдар бар екен. Біз 91 тобымыз 2015 жылы дебют алып, осындай үлкен сахнаға шыққан болатынбыз. Шығуымыздың өзі бізде бір үлкен шытырман болды. Көп назар аудардық өзімізге. Және де бізді жастар қолдап жатса, одан да көбісінің бізге деген көзқарасы, сен білетін шығарсыздар, иә? Әртүрлі болды. Хейт болды, критика болды, тағы басқасы болды, әйтеуір не көрмедік. Соған орай ойладық бүгінгі тақырып дұрыс таңдау деп, буллинг және оған төтеп беру. Сіздердің рұқсаттарыңызбен бастап кетейік. Рахмет. Мен бір оқиғамен бөліскім келіп тұр, кішкентай кезімнен. Қобалжып тұрмын. Себебі мен бұл оқиғаны ешқашан айтпағам. Балаларға да айтпағам. Балалар білмейді. Мен досымның үйінде балалармен көп жиналатынбыз. Өйткені ода класста жалғыз өзінде компьютер болатын да. Онда біз әртүрлі монтаждар істейтінбіз, бір видео приколдар, немесе жай ойнайтынбыз. Бірақ оның үйіне бару негізі қатты стресс болатын. Себебі оның үй жағында тағы бір екі бала тұратын. Сол дворда. Бізден бір екі класс үлкен және спортсмендер. Басқа мектептің балдары және біздің мектептің балдары оған достары тағы кеп бір топ бала тұратын әрдайым. Және жанынан өткен кезде бүйтіп өтесің, жан жаққа қарап, себебі кездестірген жақтыртпайсың да, өйткені көп әңгімелесесің олармен, тұрады, сөйлеп, қалайсың, не, ақша бар ма деген сияқты. Әрине, кей кезде ақшамызды қалдырып кетеміз, кейде кейін әкеп беретіндей қылып деген сияқты. Жалпы үлкен стресс болатын, бірақ осы жолы мен жақсы жеттім, үйінде отырдық, әдемі көңіл көтеріп, ойын ойнап, бірақ сол күні сол балалар бізді подъездге шақырып алды. Подъездге шықтық, білмеймін жалпы не жайлы әңгімелескеніміз, есімде жай бүйтіп, енді тиіседі ғой. Тұрып, есімде жаңағы дос балам бүйтіп мойнынан ұстап тұрғаны, деп. Жанында мен тұрдым, маған аса қатты тиіспейтін. Бірақ біреу маған айтты, ты же певец, да, деп. Қостанайда орысша сөйлейді бізде. Ты певец, да? Борщи сказал, что ты хорошо поешь. Спой нам, деп. Прикиньте, спой нам, дейді подъезде. 13 жастағы, 14 жастағы балаға. Қалай, я? Жарайды, мен өзім достарыма бұлай айтып жүрсем да, мына жерде мен заставлять етіп отыр ғой. И мен бүйтіп қашқақтадым, мен ән білмеймін дұрыс, деп. Мен қазір айта алмайым, деп. Сосын олар енді қоймағасын, айттым, жоқ, айтпаймын, деп. Одан кейін бірден әрине бұл әңгіменің тоны өзгерді маған қарай. Жалпы әрі қарай бұл нәтижесін көріп тұрып, мен енді төбелескенді қаламадым. Сондықтан бір-екі жол өлең айтып бердім. Подъезде балаларға, мен қорқытқан балаларға. Бірақ сөйтіп олар жалпы күліпті, біз мазақ қылып кетіп қалды. Одан кейін екеуміз үйге кіріп, әрі қарай кішкене көңіл күйіміз жоқ. Оны кейін әзілге айналдырып, күліп, үйіме қайттан солай-солай бүйтіп қайттым. Сол күні ұйықтай алмадым. Қаншама бұл ситуацияны еске салып, есіме алып, әртүрлі ойлап. Мың нұсқа көріп. Бұлай істеу керек еді, бұлай ету керек еді деп. Болады ғой, бірақ ертеңіне мен әрине бұны ұмытуға тырыстым, ұмытып кеттім де. Бір 2-3 күндей. 2-3 күннен кейін мен класстасым келіп айтты, сен не ана балдардың алдында өлең айттың ба деп. Вау, ең жаман күн сол болған шығар, өйткені жарайды мен ана жерде төбелесіп, соңына дейін тұрып
мені ұрып тастап, иә, солай аяқталғанда мен өзімдікінде тұрып, бірақ мен ана жерде қорқақ болдым ғой. Мен көп балалардың алдында өлең айтып бердім, және оны маған жеткізіп тұр біреу сөйтіп айтып жатыр деп. Мен жоқ дедім, ол өтірік деп. Бірақ жалпы өзім ойланып қалдым. Қатты бүйтіп түңіліп жүрдім, себебі бәрі күліп жатыр. А что если ана жақта мен жайлы сондай әңгіме жүр деп. Басқа мектепте ана әнші балам өлесіңдер ма, сол өткенде мыналарға өлең айтып берді ғой деп. Типа мынау қорқытып тастады деп. Қыздар не ойлайды мен жайлы деп. Жалпы содан кейін мен ойладым, қалай мен мамамды кішкентай кезімде неге тыңдамадым деп. Мамам маған всегда айтатын да, сен физикаң спортқа әдем келеді күреске деп. Сен күреске беру керек еді деп. Мен ойладым, неге тыңдамадым мамамды? Маған музыкаң не қажеті бар? Сахнаң не қажеті бар? Домбыра, сольфеджио, музыкальная школа. Зачем мне все это? Когда мен егер осындай жерде өзімді қорғай алмасам деген сияқты. Сол әйтеуір сөйтіп жүрдім түңіліп. Қазір сол кезден мен түсінем, қатты бір қорқыныш қалып қойғаны осындай ситуацияларға, және де өзіме деген бұл сенімсіздік бергеніне. Қазір ол балаларды көрсем де мен не айтарымды білмеймін. Бірақ ішінде бір бала бар, рахмет айтам оған, жаңағы Борчик деген бала, ол біздің мектептен. Бірде асханада тұрған кезде мен пирожки алғым келді да, пирожки с капустой 20 теңге жетпей қалып, ол жанымда тұрды да маған жай бүйтіп күліп қарап 50 теңге берді. Прикиньте, постоянно сен аны қорқытып жүрген бала саған бүйтіп 50 теңге береді да, кішкене күліп. Мен ойладым, кішкене жылы болды. Өйткені ол сондай жылы көзбен қарады, және бір кешірім сұрағандай болды да. Әрине айтқан жоқ, кешір деп. Бірақ соның ісінің өзі жай маған деген, назары мені кішкене сондай болған стрессті, өзіме намысын тапталып деген стрессті кішкене бүйтіп ұмытуға өз септігін тигізді. Сондықтан бұдан кейін мен біраз жүріп, өзім ісіммен айналысып, репетицияларға барып, концерттеріме қатысып, музыкальный школама барып, әйтеуір есейіп кеттім. Осы жағдайды кішкене осын ұмытып. Әрине, бірақ мен анда-санда есіме түсіп кішкене бүйтіп, мына жерім зың етеді бүйтіп. Дегенмен де мен ойладым содан кейін рахмет деп, шынымен, өйткені ол баланың маған сондай назары мені сөйтіп успокоил. Жалпы ойлаймын, буллинг бұл тек қана буллинг жасалған адамдар емес, буллинг жасайтын адамдар да жайлы. Сол сіздердің егер өз істеріңіз болса, сүйікті істеріңіз және мақсаттарыңыз болса, соған талпынсаңыздар, міндетті түрде бұндай жағдайлар сізге кішкентай ғана болып көрінеді. Сондықтан мен ойлаймын, қазір өмірде жалпы өзімді ол тентек балаларға қарағанда өзімді сенімдірек сезем деп, өйткені өзімнің жақсы көретін ісіммен айналысып жүрмін, және де сіздер сияқты адамдардың алдында тұрып, осы әңгімені айтып тұрмын. Сол көп рахмет. Содан кейін біраз есейгеннен кейін біраз бізде әдемі шытырман оқиғалар басталды. Ол жайлы мына балдар сіздерге айтып береді. Сәлеметсіздер ме? Батырды жалғастырып кетейін. Оқиға 2015 жылдары болды. Біз негізі буллингқа дайын болдық деп ойлағанбыз. Шаш бояп, сырға таққаннан ондай аса қатты ештеңе күтпегенмін, негізі сол уақытта. Жас болғаннан кейін ештеңе ондай ойлаған жоқпын. Алайда шыққаннан кейін бірден онлайн буллинг басталды. Масштабы бүкіл Қазақстан десе болады. Бәрі айтады сол жайында. Барлығына жеткен. Барлығы айтып жатыр. Үлкен қорқыныш туады. Сол қорқыныштан кейін бір шама андай бір ауыр сөздер, қарғыстар, неше түрлі әңгімелердің барлығы кішкене бізге андай бүйтіп, енді сіздер өздеріңіздің комментарий суреттің астына бүйтіп әшейін онша емес деп жазсаңыз, намыстарыңызға тиіп кетеді, ренжіп біртүрлі оқып қаласыздар ғой. Ал сіздерге бәрі айтып отқан кезінде сіздер о деп есін жинай алмай қалатын жағдай болады сол кезде, енді мысалы келтіргенде. Сөйтіп ол зат
оффлайн буллингқа айналып кетпесін деп біз өзімізді сақтап барынша андай аккуратно жүруге тырысып бастадық. Негізі ол өте бір андай қауіпті десек те болады сол кезеңде, өйткені шыны керек не күтерін білмедік халықтан. Халық жау болып кете жаздаған деген сияқты ғой. Сол бұл енді мектептің былай басқа да бір буллингтардың салыстырған кезде өте ерекше буллинг десе де болады. Ары қарай айтатын болсақ, ең бастысы осы кезде біз біріміздің жанымызда болдық. Негізі егерде жалғыз болсақ, мен елестете алмаймын қалай біз бұны өте алатынымызды. Негізі бір адам осының бәрін өтетін болса қалай деген сияқты. Сол сәтте біріміздің жанымызда болып, бірімізді қолдап, күш қуат беріп, берілмейік деп, одан ары кеттік, әндеріміз жазайық деп, өнер мен творчествоға бүкіл энергиямызды салып, сапалы дүние шығаруға тырысып бастаймыз, тоқтамастан. Сөйтіп, біздің әндерді ұнататын адамдар да пайда болып, халық 50-ге жетіп, бізді жек көретіндер мен жақсы көретіндер сандары тең болды. Сол кезде біздің ішіміз рухтанып, одан ары жалын пайда болып, одан ары тырысып, біз оданша өзіміздің қандай тәрбиелі екенімізді, мәдениет таратушы екенімізді деген сияқты өзімізге мақсат қойып, үлгі болайық деп тырысып бастадық. Сол кезде біздің аудитория, Eagles'дар, басқа да аудиториялар біздің өнерімізге деген бір андай қызығушылық танытып, андай мойындап бастағаннан кейін бір сәтте осы болған нәтиженің бәрінде біз негативті ұмыта бастап, тек позитив көруге тырысып бастадық. Содан бір күшті өмірімізде өзгеріс болды десек болады. Ең бастысы сол қарғыстар, бүкіл болған әңгімелердің бәрін біз өзімізге қатты қабылдамауға тырыстық. Әрине қиын. Сенің суретің астына андай 4 түрлік малдың, жануарлардың артынан бастап, неше түрлі гендерлік қолдардың түрлерінен бастап, неше түрлі андай бүкіл әлемде бүкіл заговорға қатысты бар бүкіл елшіліктердің несін бәрін шаптаған кезінде сен ойлайсың, мен неге ондайға лайықты емеспін ғой деген сияқты. Бірақ та сол кездерге енді сондай оқиға болды. Өстіп жүріп, осылай қиындықты өтіп кеткеннен кейін біз қалай осындай буллингтен шығып кеткенімізді бір-біріміздің арқамызда қолдау арқылы қалай шыққанымызды байқамай қалдық. Бұл осы оқиға бойынша. Негізі буллинг ол мен үшін мектептен келе жатқан өмірлік үлкен сынақ десе болады. Негізі мектепке барған кезде басында мен ақ көңіл, андай мәдениетті, өзім ешкімге шаруам жоқ, бала болғам, ешкімге андай претензия жоқ дейді ғой. Сөйтіп, өзім жүрем, бір сәтте мектепте, сыныпта, шынайы реальностьпен көріскен кезінде андай күрт бүкіл ойлаған бәрі өзгеріп кетеді. Өмір деген джунгли, қырылу керек, ұрса ұр, андай қинаса қина, кек ал деген сияқты андай, немесе дәлелде андай, сондай бір негативті тұрғыда андай ашу мінездер пайда болды. Сөйтіп агрессия туып бүйтіп, кейде андай бүйтіп қалтаңа бір қару жоқ қой енді, тастар салып аласың, андай сондаймен бір нәрсе болса деген сондай бір напряжениемен жүретін кездер болды. Бірақ бір күні бір сана келгендей ма, өзінен-өзі ойланып тұрдым да, негізі барлық адамның бірдей емес деген сияқты бір ойлар келіп бастады. Бұл қоғамда әртүрлі адамдар болады, біз бір қоғаммен енді тұрғаннан кейін бәріміз бірімізбен байланыстымыз деген сияқты бір ойлар арқылы андай өзімді басып, кішкене позитивқа бұрып, ренішімді бастым. Өйткені негізі ол уақытта көп ренжиді ғой, негізі жастарда көбісі. Сөйтіп, өзімнің ренішімді тарқатып, сабырлы болуға бет бұрдым. Мен негізі нақты айта алмаймын, буллинг деген ол негізі сынақ арқылы, осындай буллинг жасау арқылы адамды тәрбиелеп, немесе андай қайрап мықты адам қыла ма, жоқ әлде бұл ондай өмірдің балансы ма, жоқ ондай немесе закономерности ма деген сияқты. Неше түрлі ойлар келеді, өйткені бір адаммен болады, бір адаммен болмайды деген сияқты әртүрлі оқиғалар болады да, бірақ оны әрдім әртүрлі айтады.
менің өзім әлі оған нақты жауабым әртүрлі. Осыған орай айтарым, ең бастысы еңсені ешқашан түсірмеу керек, қатты уайымға түспей, негізі бүкіл заттың бәрін жеңіл қабылдап, позитивті тұрғыда ұмтылу керек. Өйткені негізі мектепте болған буллинг аса қатты ұзақ созылған жоқ, тез ақ өтіп кетті негізі. Одан кейінгі өмірде бәрі басқаша кетеді екен. Андай қатты оған жабысып қалып, оның бәрін ойыңа салып, уайымдау, оның бәрі мүлдем қажет емес екен, уақыттың жоғалтқаны. Осыған орай айтарым, бұл осының бәрін түйіндеп айтқан кезде сөз сүйектен өтеді. Ата-анаңмен сөйлесіп, достарыңмен сөйлесіп, бауырларың бүкілімен сөйлессең де сөз сүйектен өтеді демекші, немесе осы сөз әңгімелесу арқылы, бүкіл проблемаңды айту арқылы, яғни жаңағы буллинг жасаған адаммен де сөйлесу арқылы проблеманың бәрін шешуге болады. Әңгімелесіп, өзіңнің дұрыстап ойын жеткізіп, коннект жасайтын болсаң, бүкіл жаңағы алдында тұрған бір-біріне түсініспеушілік, таулар, бір-бірлеріне деген буллинг жасалып жатады деген сияқты. Негізі достардың арасында бола береді буллинг, кейде байқалмай қалады. Соның барлығы бүйтіп бытыш болады да, бәрі бұзылады да, и дұрыс не қалады, сознание қалады. Сол себептен айтарым, сөйлесіңіздер, ешқашан жалғыз қалып, өздеріңізбен қиналып, негативті шешімдер қабылдамаңыздар. Сол, бақытты болыңыздар. Окей, бәріңізге сәлем. Мен негізі бүгін мектеп оқушылары болама деген аудиторияда өзімізбен қатар, немесе өзімізден кішкене ғана кіші адамдар келіп отыр екен. Негізінде сәлем. Негізінде қатты қобалжып тұрмын, өйткені спикер болып көрмеген. Балалардың көбісі тек қана Зак бізде спикер болып көрген адам. Сондықтан айып дейсіздер. Жалпы балдармен айтқымыз келетін, айтып атқан оқиғаларымыз бәрі жүректен алынған, өмірден алынған, және де ол нәрсемен бөлісу, өздеріңіз білесіздер, оңай емес. Сондықтан мен өзімдікін бастай берейін. Қай мектепке көшпесем де, басында мен көп үндемегенмен, ары қарай жаңа сыныптастарыммен тез тіл табысып кететінмін. Мені біреу шеттетіп, қинап, қысым көрсетіп, сол үшін өзім жалғыз сезініп деген сияқты оқиғалар шынымды айтсам есімде жоқ. Көбінесе мектеп кезімді мен ойнап күліп өткіздім. Тек бойымның қысқа болғаннан ұялатын, бірақ ол буллингтан емес, қыздар менсінбегеннен болды. Ары қарай колледж, жоғарғы курстың балдарына ақша жинау деген басталып, кейбір жерлерде әлі күнге дейін бар. Жалпы барлық курстан сұрағасын әрқайсысына шаққан кезде бір тиын тибей шығатын, сондықтан онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлайтын. Алайда ол дұрыс емес нәрсе негізі. Курстастарыма қарағанда менің түрім кішкентай баланыкіндей болғандықтан ба, қай-қайсысы болмасын мен көрген кезде жылы қарсы алатын. Ешкім тиіспейтін, бірақ колледж кездері ұзаққа созылмады, өйткені менде екінші курста 91 тобы күтіп тұрды. Қызықтың бәрі сол кезде басталды. 91-ге қосылып әртістік өміріміз басталған кезде бізді адамдар неше түрлі сөздермен мазақтап, боқтап, қарғай бастады, тіпті ата-анаға дейін тиісіп жатқандар болды. Алайда ол нәрсе маған қатты әсер етпеді, өйткені 91 болып дебют алмас бұрын біз тренингтерден өттік. Ол тренингтердің басты түйіні адамдар саған тиіскісі келіп, саған қарай неше түрлі сөздер жаудырса да, эмоцияға берілмей, сол сөздердің ішінен қайсысы саған тиіп жатыр, соны анықтап, сол арқылы өзіңнің осал жерлерін табу болды. Және келесіде ол сөздер саған еш әсер етпеу үшін сол осал жерлеріңмен жұмыс істеу керек. Өйткені буллинг жасайтын адам өз жертвасынан эмоция және реакция күтеді. Ал сен оған керісінше бар сабырыңмен, бар мейіріңмен жауап беретін болсаң,
иә бар мейіріңмен жауап қатсаң рахмет. Ол сені түсінуі мүмкін, тіпті келесіде олай саған істемейтінін де айтуы мүмкін. Әрине қауіпті жағдайларды біз бұл жерде санамаймыз. Немесе ол өзінің жертвасынан реакция ала алмаса, онда ресурсты ол басқа адамнан іздеуі мүмкін. Сөйтіп сені жайына қалдырады. Буллинг жасайтын адамдар көбіне өздеріне махаббат, көңіл, назар жетіспей қалғаннан сондай қадамдарға барады. Негізі әркім өзінен бастап айналасына махаббат таратып жүрсе, мұндай жағдайлар мүмкін орын алмас еді. Алайда одан бөлек бізге хейттің бәрі төгілгенде мені қолдап, қолпаштап, қорғайтын ағаларым да жанында болды. Сол хейттің бәрін байқамай, алаңсыз өтуіме көбіне осы жігіттер себепші. Тым болмаса біреуміз уайымсыз, арамызда күліп ойнап, көңіл-күй көтеріп, көңіл-күй сыйлап жүрсін деген ниетпен болашақта қорқынышты жайттар болуы мүмкін. Немесе қауіпті жағдайда екенімізді маған айтпаған екен. Алайда әрине уайымсыз өмір жоқ. Мен өз басымда да уайымдайтын мәселелер болды. Бірақ оларды қазір еске алсам күлкім келеді. Іштегі уайыммен жігіттерге келіп бөліскенде, олар бар жан тәнімен атсалысып, бүткіл ойларын, ақылдарын ортаға салып, маған қолдау көрсететін. 17 жаста болатын, прикиньте. Иә, 16. 16-да. 16 жасында ата-анасының жылы үйінен шығып, арман қуалаған балаға осындай қамқор ортаға түсу жоғарыдан берілген бақ болды. Сол үшін бұл жігіттерге алғысым шексіз. Рахмет, жігіттер. Бұл әңгімеден шығатын түйін. Ол бастарыңыздан қаншалықты қиын жағдай өтсе де, үйдегі ата-аналарыңмен немесе аға әпкелеріңмен бөлісу арқылы жараларыңды жеңілдетіп, көмек керек болса көмек сұрап, еш қысылмаңыздар. Өйткені жақындарыңызға онда тұрған ештеңе жоқ. Ал есесіне сіздер барлығын жеңіп шыға аласыздар. Осылайша бәріміз кішкентай қадаммен болса да бір күні буллингтің не екенін ұмытып та кетерміз. Рахмет. Красавчик. Керемет. Рахмет. Бәріне сәлем тағы да. Бүгінгі тақырып өте қызық, ауқымды және терең тақырып. Ал мен сынақтар бізді күшейтеді деген әңгімемен сөзімді бастағым келіп тұр. Жалпы мен өзімнің кішкентай кезімнен, мектеп кезінен бастап, өзімнің бір кішігірім әлемім бар болатын. Менің жүрісім, сөйлеу мәнерім, шаш үлгісі, киінуім кейбір адамдарға аса қатты жақпайтын. Бірақ бір адамдарға керісінше ол тартымды болып көрінетін. Жалпы негізінде біреулер күлетін, немесе мазақтайтын, біреулерге кәдімгідей қатты ұнамайтын. Бірақ ол жағынан негізі мен жолым болғыш, себебі көбінесе мені ұнатпайтын, жақтыртпайтын адамдардың көбісі ол үлкен ересектер болды. Ал менің құрдастарым маған ондай қатты аса агрессия көрсеткен жоқ. Немесе мен ол нәрсені мүлдем байқаған жоқпын, білмеймін, ондай зат сезген жоқпын өзімнің құрдастарымнан. Менде де ондай ситуациялар болды, адамдардың алдында рэп оқу деген сияқты сұрағаннан кейін, бірақ маған ол кәдімгі сұраумен бәріміз бірге көңіл көтеріп жатырмыз деген сияқты көрінетін. Сол, бірақ кішкентай кезімнен сенің неғұрлым хейтерлерің көп болса, онда сен соғұрлым бәрін дұрыс істеп жүрсің деген сөзді естіп алған болатынмын. Сол үшін ұнатпайтын адамдарға мен кішкентай кезімнен көзқарасым кішкене басқаша. Мен оларға рахмет айтамын. Сол, себебі көптеген негізі белгілі адамдардың биографиясына қарайтын болсаң, олар бір әртүрлі сынақтардан өтіп барып қана сондай бір күшке ие болып, одан кейін сондай бір үлкен белестерге жеткен сияқты болып көрінетін еді. Мен өзімде сондай амбицияларым бар болғандықтан, фокустың барлығын көбінесе ішке қойып, сырттағы нәрселерге мән бермеуге тырысатынмын.
Бірақ 2015 жылы біз балдармен жиналған кезде бізді еліміздің 90% жек көретін сияқты болып көрінді. Бізге қарсы митингтер болды. Көшеде, интернетте, үйде, сахнада, кез келген жерде біз өзімізді мүлде қауіпсіздікте сезіне алмадық. Өйткені әртүрлі адамдар бізге қоңырау шалып қоқан-лоққы көрсетеді. Көшеде өтіп бара жатқан адамдардан бастап жоғарыда отырған кейбір министрлерге дейін біздің хейтерлер таза, ашық. Олар әртүрлі әңгіме айтады, біздің өзімізге, ата-аналарымызға, тағы басқа деген сияқты әңгімеден бөлек о жақта басқа да дүниелер басталып кетеді. Үйдің алдынан күтіп алу, аңдып жүру, тағы басқа деген сияқты нәрселер. Оның бәрі әрине қорқынышты болды. Бірақ менде іште андай сезім болды. Не деген ғажап дүние істеп жатырмық біз, егерде осынша адамдардың назарын өзімізге аудартып алсақ. Онда алдағы уақытта біз мүлде бір ауқымды ұлы бір нәрсені істеуге кетіп бара жатырмыз деген сияқты ой туындайтын. Сол үшін аса қатты уайымдаған жоқпын, себебі неғұрлым хейтерлерің көп болса, соғұрлым сен дұрыс жолда жүрсің, соғұрлым сен бәріне ұқсамайсың, яғни сен өзіңді сатып жүрген жоқсың деген сияқты ойлар болатын. Ал егерде сен бәрімен бірдей болатын болсаң, онда сен жай бәрімен бірдейсің. Болды, ол жерде қызық ештеңе жоқ деген сияқты. Мен негізі ондай хейт түсетін кезде, буллинг кезінде, тағы басқа сәттерде өзім қадағалай алмайтын дүниеге аса қатты мән бермеуге тырысатын. Себебі мен біреудің маған деген көзқарасын немесе оның ойын қадағалап ештеңе істей алмаймын. Мен тек қана оның көзқарасы мен оның ойына өзімнің реакциямды қадағалай аламын. Сол үшін барынша өзімнің реакциямды қолға алуға тырысатын. Егер алаңдап бастасам, мен бірден ойланам, бұл ситуация мені қай жағынан күштірек қылып жатыр деген сияқты. Қай жағынан бұл ситуация маған күш беріп жатыр, өсуге мүмкіндік беріп жатыр деп. Бірақ уақыт өте келе бізде тек қана хейтерлер болған жоқ, бізді жақсы көретін ниеттес адамдар да бар. Біздің фандом Eagles, біз оларды толқындастарымыз деп айтамыз. Рахмет. Жалпы сол біздің толқындастар пайда болды. Олар уақыт өте келе көбейе бастады және бізге де күш жігер беріп бастады. Өйткені хейттен бөлек біз шынайы махаббатты да көре бастадық. Және бір сол жерден түйілген ой, ол негізі сенің жек көрушілерің сені шынайы жек көрмейді. Олардың жек көру жалған. Бірақ сенің ниеттестеріңнің жақсы көруі, махаббаты сол шынайы. Өйткені сенің хейтерің, сені жек көретін адам, ол негізі сені жек көрмейді. Ол сенің ішіндегі, сенің өзім болам деген батылдығыңды және сенің ішіндегі әлемнен қорықпай өзіңді көрсетуге мүмкіндік беріп тұрғаныңды жек көреді. Яғни өзін сенен қарағанда әлсіз қылып көрсететін сенің тұстарыңды жек көреді. Себебі ол сені күшті қылып көргісі келмейді. Ол сені өзі сияқты дауысы жоқ, тек қана сұр әлемде өмір сүретін, көпшілікпен бірдей болған көргісі келеді, соны қалайды, сол үшін ол қиналады. Сондықтан ол жек көрінішке мен сенбей кеттім. Себебі дәл сол сенің тұстарың үшін сенің ниеттестерің сені жақсы көреді. Өйткені сен оларға олардың тұлға екенін есіне түсіресің, ал олар саған сол нәрсені қайттан қайтарады. Яғни екеуің бір-біріңмен сол энергетикамен алмасу арқылы бірге өсесіңдер. Сол үшін жалпы негізі бұл жолда мен түсінген ең үлкен нәрсем, ол әлем бір жақты емес, мүлдем бір жақты емес. Егер бір жерде сені жек көретін болса, бір жерде сені міндетті түрде жақсы көреді, бір жерде түсінбейтін болса, бір жерде сені қолдайды. Егер де сынақтар сені қалай сындырса да, дәл солай олар сені күшті қылады. Сондықтан да 91-ның пайда болуы, ол бәрімізге таңдаудың бар екенін еске салу. Сол үшін сенде де, менде де, бәрімізде де таңдау бар, ал менің таңдауым ол сынақтар мені тек қана күшті қылады. Рахмет.